Жүректі тебірентер қайталанбас дауыс иесі, ғасыр бұлбұлы, аңызға айналған жарқын бейне. Оның есімі халық жүрегінде мәңгіге жазылып қалды. Кең даланы әсем сазға бөліп, бұлақтай сылдыраған күмісіні арада қанша заман өтсе де, иісі қазақтың құлағынан кетпек емес. Бір кезде жұлдыздай жарқ етіп, ән көгіне көтерілген күләш әні әлі күнге дейін көгімізде қалықтап тұрған сияқты. Қазақ ән өнеріндегі дара тұлға Күләш Байсейітованы білмейтін жан жоқ шығар. Дарын иесінің қазақ өнеріне сіңірген еңбегі, рухани құндылықтарымызға қосқан үлесі ұшан теңіз. Әрине бұл кісінің үлкен бір Наталья Сацтың қойылымында Чио санды қазақша ойнағаны. Сац ірі режиссерлердің бірі ғой, сол таңғалған бұл нағыз жапон қызын орындады деп. Ол бері келе әрине көптеген бейнелер жасады. Әнді, өнерді тек қана талант орындайды, диплом орындамайды. Біздерге диплом, күректе дипломымыз бар, оған қарағанда ол сол диплом болмаса да шығыстың бұлбұлы атанып, актриса ретінде орындаушылық былай қойғанда әншілік, былай актриса ретінде айтады, ол кісі жанып кететін сахнада дейді. Қазақ опера өнерінің алғашқы қарлығаштарының бірі Күләш Байсейітова 1912 жылы Қарағанды облысы Шет ауданында жарық дүниеге келді. Күләштің әншілік өнері кішкентай кезінен ақ байқалды. Оған әншілік өнер, ән мен күйге жаны жақын әкесі Жасын Бейісұлы мен анасы Зибажан Айдархан қызынан дарыған деседі. Қазақ халқы өте бауырмал халық. Өте дарынды халық, өте әнші халық, өнерді жақсы көретін халық. Міне соның ең күштісі, соның біреуі Күләш. Күләш сияқты адамды үш уақытта ұмытпау керек. Кейінгі жастарға түсіндіріп айтып отыру керек. Қарағым Күләш, керемет әдемілігімен, өте үнділігіменен, өте музыкальный, асқан шеберлігіменен, теріс қарап жүріп, қолға мынау қарамайтын әлгі дирижерға қарамайтынды, әннің барлығын теріс қарап, өзі бізбенен қатынасып жүріп айтатын еді. Біз өңшең әйелдеріміз Күләштің айналасында жүретін. Сен үшін тудым сарыған, жасаймын бірге сенімен, үніммен жаным садаға. Оны алда асқар биік белестер мен қиын асулар күтіп тұрды. Шалғайдағы 7 жылдық мектепті бітірген қаршадай қыз Алматыдағы интернатта білімін жалғастырып, Қазақ педагогикалық институтынан бір-ақ шығады. Білім ордасындағы көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысқан жас қыз осылайша өнер әлеміне қадам басады. Жарқ етіп, бірден көзге түскен ол, әншілік өнермен қатар сахна шеберлігін, актерлік өнерді меңгеруге ден қоя бастайды. Үлкен сахнаға шығар күн алыс емес еді. Бұл 1930 жылы болатын. Қазақтың драма театрының құрамына қабылданған дарынды қыз алғаш Айман Шолпан қойылымында ойнап, көрермен қошеметіне бөленеді. Осы сәттен бастап оның өнер жолындағы өрлеу кезеңі басталып, талай қойылымдарда басты рөлдерді сомдады. Күләш екеуміз ер тарғында бірге ойнадық. Мен тарғын ойнадым, ол кісі Ақжүністі ойнады. Сонда ер тарғынның екінші актісінде Күләштің Ақжүністің ер тарғында арбайтын жері бар. Өлең айтып, билеп, жартылай шешініп, үстіндегі көйлегінің бар, камзолдың бар, лақсықтаса бір билейтін әдемі жері бар. Өлең айтып жүріп. Сонда менің жас кезім ғой, ер тарғында жаңа ойнаған кезім еді. Күләш осындай отырамын,
Mına meni aynalıp жүрүp өлең айтып жүрөт. Алып жүрөт да келип ұстап алат, бетимен сүйүп кетет. Ертаңға ғашық болған ғой. Бірақ ертаңға оған ғашық емес. Сондықтан мен ана Күләштің ойынына қарап отырып, өзімді тарғымды ұмытып кетіппін. Аузым ашылып қапты. Өйткені Күләштің әртістігі, ұлы әртістігі сол жерде көрдім мен. Содан кейін Құрекеңнің маған ұрысқаны бар, Құрманбек Жандарбековтың. Ей, сен ер тарғын емессің бе? Ана бір репте ұрысты ғой. Ана Күләш билеп ойнап жүр, сен аузың ашылып. Көрерменің бұрап қарап отырсың. Сен тарғын емессің бе? Оған көму керек дейді. Сонда мен сасқаннан айтыппын ғой енді. Құрекең енді. Оны ана Күләшке айтыңыз. Мен енді ұмытып кеттім өзімнің ойымды. Білмей қалдым деп кешірім сұрағам. Дуғол шапалақ, ерекше қошемет, таң қалған, таңданған, тұла бойы тебіренген көрермен. Қазақтың маңдайына бұйырған Күләшті халық әрдайым осындай құрмет ізетпен қарсы алатын. Қыз жібек, Біржан Сал, Шұға, Еңлік пен Кебек, Сара және тағы басқа қойылымдарда шебер ойнап, өнер сүйер қауымның жүрегіне жол тауып, Мәскеу сахналарына дейін жетіп, бертінде көптеген мемлекеттерде өнер көрсетті. Өзге ұлттардың туындыларын шебер орындағаны соншалық, оның өнеріне тамсанбаған жан болмайтын. Еңбек бағаланбай қоймады. Күләш небәрі 22 жасында бұл дауысын баршаға мойындатып, Қазақ СССР-не еңбегі сіңген әртіс. Ал 24 жасында КСРО халық әртісі атағына лайық болып табылды. Мемлекеттік сыйлықтың 2 мәрте лауреаты атанды. Ұлы болды, бірақ болмысы қарапайым күйінде қала берді. Мен кейінгі кезде келдім. 47-ші жылдары. Ол уақытта мен 20 жастағы баламын. Мені айналайын Ермекжан деп Күләш апамыз қарсы алды. Құшағын жайып. Сонда мен енді ойдайым, қандай ғажап. Тіпті оларға жетуге, жанына жақындауға қорғатымыз. Сондай, бірақ олар шпейіл, адамгершіліктері мол, сондай адамдар болатын. Қиын да күрделі өнер жолы Күләш жасын қызын өмірлік жарымен жолықтырды. Қазақ СССР-нің халық әртісі, режиссер, драматург Қаныбек Байсейітовпен шаңырақ көтеріп, Құралай, Қарлығаш, Қаршыға есімді 3 қызды дүниеге келді. Жарасқан жұптар осылайша еркелеген қыздарының қызығына кенеліп, күн кешіп келді. Алайда оның өмірі қабырғаны қайыстырар оқиғаларсыз болмады. Тосыннан тасқа ұрған тағдыр өнерлі отбасын 5 жасар Қаршығадан айырды. Бейкүнә бүлдіршін балабақшада астан уланып, Байсейітовтарда қара жамылдырды. Құралайдың ғұмыры да қысқа болды. Әйгілі әншіден Қарлығаш есімді жалғыз қызы ғана қалды. Мамам қарапайым адам болған. Сондай мінез жақсы болған. Ешкімге ештеме жамандық нетпеген. Вот мен мысалы біз үшеуміз болғанбыз мамамда. Үлкен Құралай, ортаншы мен, кіші Қаршыға. Мен өзім шала туғам, өзім асқазаным ауырған. И вот ылғи мамам гастрольден келгенде, гастрольде жүргенде звондаған. Қалке, мен Қалке деуші еді. Қалке, сен қалайсың деп. И мен телефонын айтушы едім. Мама, мен жақсымын, сен переживать етпе. Қазақтың мақтанышына айналған даңқты тұлға 1957 жылы Бейжіңде өтетін қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 10 күндігіне делегацияны бастап баруы тиіс болады. Бірақ әлдебіреулердің ықпалымен Күләш делегация құрамынан шығарылып, Мәскеудегі шараға аттандырылды. Бұл сапар соңғы болатынын кім білген? Кеңестер одағының астанасына барған Күләш Байсейітова қайта оралмады. Күміс көмей әнші
небәрі 45 жасында өзі жатқан бөлмесінде мәңгілік сапарға аттанды. Жұмбақ өлімнің құпиясы күні бүгінге дейін белгісіз. Дәл сол кезде Москвада бір жиналыс болып, соңын Мәскеуге шақырды, Күләшті. Күләш Мәскеуге барған, бірақ ол ойынан кетпейді жаңағы. Арасы көп емес. Күләштің нөміріне есігін жауып алып, марқұм ваннаға суға түспекші болған. Киімін тастап, ваннаның жанына барып, қолымен бейтіп ұстап, жүресінен отырған, сол отырған күй өліп кеткен. Таңертең шықпағаннан кейін есікті бұзып ашса, Күләш өліп жатқанын көреміз. Балалар, бұл өмір деген сол уақыттағы, сондағы көрген адамнан қалған мен ғана ғой. Ешкім жоқ қазір. Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Мен өз-өзімнен кей уақытта түнде ойланып жатып, төсекте жатып, солар есіме түскенде жылайтын күндерім болады. Мен денсаулығым, жүрегім жақсы болған, ол кезде жүрегім жаман болып, скорый помощь шақырып, маған да шақырып, Құрылайға да шақырып, біз бәрін опыр-топыр. Банкпен атақ болған жерде қызғаныш пен көре алмаушылық қатар жүретіні белгілі. Ондай жағдай Күләш жасын қызын айналып өтпеді. Ән әлемі мен сахнада биікті бағындырған оның айналасында аяқтан шалушылар, қызғана қарайтындар пайда болды. Ондайлардың әрекеті өнер иесінің жанына қатты бататын. Өнер болғасын әрине, өнер болмас көре алмаушылар болады. Бұл кісінің жастайынан жаңағы КСРО халық артист болған көре алмауы мүмкін. Жастайынан 35 жастың кезінде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болғанын көре алмауы мүмкін. Сосын бұл кісінің көре алмайтын себебі оқымай-ақ айтып отырмын ғой, жаңағы күректе дипломсыз-ақ сонда жәреге жеткеніне де қызғаныш болуы мүмкін. Талай адаммен талай қызғаныштар, талай сөздер болғанның өзінде ол кісі соның бәрін жаңағы күлкіге айналдырып, әзілге айналдырып, болмаса естімегендей болып өте берген болу керек. Сол себепті ол кісі туралы қауесеттер жоқ. Бірақ жаны нәзік болғанымен рухы биік, қайсар жанды олар өнер көшінен ығыстыра алмады. Ол бірден бір опера театрының ашылуына себепші болған адам. Тура уақытында келген адам өнерге. Содан кейін бірінші орыс тілінде ән салған адам Күләш. Қазақ әншілерінің бірінші орыс тілінде ән салған. Бірінші симфониялық оркестрмен ән салған адам Күләш. Біздің театрда қандай шетелдің Евгений Онегин қойылды, ол кезде бәрі қазақшаға аударылып қойылатын. Даиси қойылды, Чечосан қойылды. Соның бәрінде де негізгі бейнені ойнаған Күләш, және ғажап ойнағаны сонша ол біздің емес, біздің қазақтардың, өзіміздің риза болғанымыз емес. Чечосанды қойған Наталья Сац өзінің естелігінде арнайы жазып кетті. Мен мұндай Чечосанды енді ешқашан кездестірмеймін деп. Наталья Сац Италияда оқыған адам. Күләш Байсейітова тек өнерімен шектеліп қана қоймай, жан-жақтылығымен дараланды. Ел өміріне, қоғамдық мәселелерде белсенді болып бейбітшілікті қорғау комитетінің мүшесі болды. Қазақстан жоғарғы кеңесіне 3 рет депутат болып, қайраткер ретінде танылды. Ал оның артында қалған мұрасы ғибратты ғұмырынан сыр шертеді. Күләш Жасынқызы Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арнап орталық мемлекеттік музейде үлкен көрме аштық. Көрме ән патшайымы Күләш деп аталады. Бұл көрмеде орталық музейдің қорында, сондай-ақ оның филиалы болып табылатын Ахмет және Ғазиза Жұбановтар мұражайының қорынан, сонымен бірге орталық мемлекеттік мұрағаттың қорынан экспонаттар, көптеген құнды дүниелер әкеп қойылды.
Көрменің денін музей қорындағы заттар құрайды. Онда әншінің творчестволық шығармашылығының қалыптасу кезеңі, оның бастаулары және оның даму эволюциясы, қазақ мәдениетіндегі қалдырған, жасаған, сомдаған үлкен образдары, өмір жолы және жеке өміріне, шығармашылық өміріне қатысты көптеген түпнұсқа деректер қойылды. Оның бірқатар мысалы кейбір суреттер алғаш рет қойылып отыр. Сонымен бірге әншінің өзінің жанды дауысын аудио құрылғы арқылы тыңдауға мүмкіндік жасалған және орталық дыбыс жазбалар қорынан әнші туралы түсірілген деректі фильмді көрмеге келушілер тамашалай алады. Күләш Байсейітова мен оның артына қалдырған асыл мұрасы қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақталары сөзсіз. Дарынды жанның құрметіне Астанадағы опера және балет театры талант иесінің есімімен аталды. Алматы орталығындағы көшелердің бірі әншінің атымен аталады. Арнайы музыкалық мектепке Күләш Байсейітованың аты беріліп, ескерткіш орнатылып, рухына тағзым жасалады. Биыл көрнекті тұлғаның туғанына 100 жыл толды. Мен осы Күләш Байсейітоваға арналған көрмедегі өте құнды жәдігерлердің бірі ол домбыра. Қазақ КСРО мемлекеті басшылығы арнайы осы Күләш Байсейітоваға арнап, арнайы жасаған қазақтың қара домбырасы көрмеде қойылған. Осы көрмеде біздің ол кезде депутат болғандағы депутаттық белгілері қойылған. Бұл кісі Ұлы Отан соғысы кезеңінде осы майдандағы жауынгерлерге рухани демеу беріп, олардың жеңіп шығуына, оларға сондай үлкен бір жігер беріп, ән шырқап, өнерін көрсетіп, қазақ азаматтарының, жалпы КСРО азаматтарының рухын көтеріп, жауға деген олардың сондай жеңіске деген ынтасын оятуына үлкен еңбек сіңірді деп айтамыз. Майданда айтқан, ән шырқап, демеу беріп, жалпы көрсеткен еңбегі үшін ерен еңбегі деген медальға алған. Өнер биігіне ерте көтеріліп, тыңнан жол салған қайраткердің еңбегі мен өмір жолы мемлекет назарынан тыс қалмады. Еліміздің әр өңірлерінде оның 100 жылдығына орай түрлі мәдени шаралар өткізілуде. Қазақтың атын асқақтатқан ғасыр бұлбұлы Күләш Байсейітоваға қандай құрмет көрсетсек те жарасады.